Бүгін біз Гүлзат апаймен бірге зерттеу жұмысын жасаймыз. Бүгін бізге лимонды зерттейміз. Лимон сарғышты қысқыл, дәрмені көп, пайдалы еміс. Лимон пайдалы жеміс екен. Бастамас бұрын қауіпсіздік көңіл бөлек. Үстімізге қалат, басымызға бас киім. Бізге қандай заттар керек, Айназ айтып бере қойшы. Лимон, ас содасы, лупа және микроскоп керек екен. Олай болса, Айназ, Адина лимонды қолымызға алайық. Кәне, лимонды алайық бір-бірлеп қолымызға. Мына жерде лупамыз бар. Кәне, Айназ қарап көр. Ой, апай, сырты тесік-тесік. Кәне, Айназ да байқап. Айназ, сен де байқап көр. Кәне, лупамен лимонымыз қалай көрінеді екен? Сары, сопақса, тесік-тесік көп екен, апай. Айназ, Адина, лимонның сыртында тесіктері көп. Өйткені ол тесіктерден эфир майы бөлінеді екен. Кәне, лимонды орнына қоя қояйық. Келесі, бізде мына жерде кесілген лимонның бөліктері тұр екен. Кәне, бір-бірден ала қояйық. Кесілген лимонның бөліктерін алдымызға қояйық. Мына жерде бізде микроскоп бар. Микроскопқа лимонымыздың кесілген бөлігін қояйық. Қойып, қарап көрейік. Кәне, Айназ, Адина, орнынан тұрып, қарап көр, кәне. Лимонның кесілген бөлігі көрініп жатыр ма саған? Ол қандай түсте екен? Сары түсте. Нелері бар екен? Ақ жолақтар көрініп тұр ме саған? Айназ, лимон шырыны мөлдір ма? Емес. Себебі оның бойында бізге дәрумендер көп, сондықтан оның шырыны мөлдір болып көрінбейді екен. Жақсы, келесі, мына жерде екі шай тұр екен ыдыста. Осы шайдың біреуіне лимон салып, араластырып көрейік. Араластырып көреміз қазір. Араластырғанда шайдың түсінде өзгеріс бола ма екен? Қарап отырайық. Айназ, Адина, біздің лимон салған шайымыздың түсі қалай өзгеріп жатыр? Қандай түсте? Қызғылт сары. Қызғылт сары түске өзгерген екен. Себебі, ал біздің лимон қосылған шайымыз қандай пайдасы бар екен? Ауырмаймыз, тамағымыз ауырғанда ішуге болады. Салқындық тигенде осы лимон қосылған шайдың пайдасы өте зор екен. Енді келесі жұмысымыз, бізде мына жерде лимон қосылған. Кәне, жайлап ашып көр. Суымыз бар екен. Осыны ашып көрейік. Енді бұл жерде ас содасы мен лимон қышқылы қосылғанда сондай реакция бөлінеді екен. Айназ, Адина, бүгінгі зерттеу жұмысы сендерге ұнады ма? Біз нені зерттедік? Лимон. Лимонның ішкі құрылысы қандай екен? Ақ жолақсы бар. Рахмет, олай болса, бүгінгі зерттеуіміз аяқталды. Кәне, сау болыңыздар деп айтайық. Сау.